Ассалаумағалейкум, менің YouTube каналымдағы көрермендерім. Барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын. Істеп жатқан істерліктеріңіздің Алла тағала береке сәтін берсін. Мен мына өткенде міне өзім жаңадан салған сарайымды түсіріп көрсеттім. Енді соның ішін біраз өзгерістер жасадым. Сол өзгерістерді көрсетейін деп сіздерге. Мынау менің міне тауық сарайым. Бұндағы өзгерістерім міне ішін бөлдім. Мына жақтарда міне менің тауықтарым отыр міне. Тауықтарым. Мына жерде міне жемі бар, суы бар. Үш жерде міне өздері қонақтап, тамақтарын ішіп, жемдерін жеп отырады. Енді қазір ішін көрейік. Іші міне асты бәрі опилка. Мына жақтарда міне жұмыртқалайтын, жататын жақтары. Алдында менде ақ тауықтар болған. Қазір оның орнына міне өзіміздің қазақи амброкс, басқа да тауықтар келді. Енді мына жерде мен міне мына жақта екінші бір бөлме жасап қойдым. Бұған да Алла берсе тауықтар келеді. Мына кішкентай коридорчик, бұл екі жаққа бірдей тамақ қоюға соған арналған. Мынау менің міне екінші тауық қорамның түрі. Міне қазір Аллаға шүкір, міне бұның іші міне мынандай. Бұл да дайын. Ендігі келетін тауықтарға бұның іші толықтай дайын. Мына жерде мен күні-түні міне жылтып тұратын обогревателім. Бұл өзі уақытымен өшіп, уақытымен сөнеді. Терморегуляторы бар. Іші жылы қазір. Менде міне қазір үнемі 5-10 градус жылы болып тұрады. Мына жерде міне керекті тамақтары тауықтарымның. Мына жерде міне бидай бар. Нарада міне ішінде жемдері. Осы міне Алла бұйыртса алдағы уақытта тағы да қызықты жақсы жаңалықтармен бөлісемін. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Істеп жатқан істерліктеріңіздің Алла тағала берекетін берсін. Өсіріп жатқан құстарыңыз өсіп өніп жетіліп бала шағаларыңыздың ырыздығына бұйырсын.